Тазалайық акциясы аясында Шымкентте жалпы қалалық сенбілік өтті. Аталмыш шараға қаладағы жоғары оқу орындары мен колледж студенттері, сондай-ақ мектеп оқушылары мен бірқатар волонтерлік ұйымдардың мүшелері жұмылдырылды. Толығырақ әріптесім тарқатып айтсын. Тазалайық сенбілік қозғалысының басты мақсаты жастардың экологиялық білімін арттыру және қоршаған ортаның ластануына жол бермеу мәдениеттілігін қалыптастыруға бағытталған. Ең бастысы табиғаттың жанашырына айналу, айналаны ластамауға үндеттеу. Ерікті жастардың айтуынша сенбіліктерге шығу қаламыздың өркендеуіне қосылған үлес болып табылады. Қаланы таза ұстау челленджі бойынша ары қарай да өзіміздің үлесімізді қосу мақсатында жиналып отырмыз. Жалпы қазір бірнеше топтарға бөлініп, территорияларда өзіміздің берілген аймағымызда тазалық жұмыстарын жүргізетін боламыз. Және де ары қарай келтірілген мақсат бойынша қаламызда таза ұстау акциясын ары қарай жалғастыру мақсатымыз бар. Менің ойымша, әрбір жасаған осы бір тазалық істеріміз, яғни волонтерлік істеріміздің біз үшін пайдасы болмаса да осы бір қоғамдағыларға, немесе осы паркке келіп демалатын адамдар үшін пайдасын тигізе алатын болса, одан артқан пайда жоқ деп ойлаймын. Менің ойымша, еріктілік деген қызметтің өзі, яғни тегін қызмет, яғни осы бір жасаған ісіміздің барлығы үшін біз яки ақша алмасақ та белгілі бір эмоция алатын болсақ, ол біз үшін тегіннен қарағанда қайда ұтымдырақ. Айта кетейік, биыл 10 жылға созылған ауған соғысының аяқталғанына 35 жыл айтулы мерекеге орай тұспа-тұс келген сенбілікті жастар орталығының мамандары ұйымдастырып отыр. Абай саябағының аумағына жиналған мамандар мемориал айналасын жинастырып тазалық жұмыстарын жүргізді. Сондай-ақ мекеме басшысының мәліметінше аталмыш шара алдағы уақытта да өз жалғасын табады. Осы көктем мезгіл келмей, осы күн жылуына байланысты жастар ресурстық орталығы тазалық акциясын ұйымдастырып отырмыз. Бүгінгі тазалық акциясына қаламыздың университеттері, колледждері және қаламыздағы мектептердің экологиялық ұйымдарының оқушылары қатысып отыр. Жалпы акцияның мақсаты осы қаламыздағы көрікті адамдар көп келетін жерлердің тазалығын сақтау, оларды тазалықты сақтауға тәрбиелеу. Енді осы Абай саябағындағы ауған соғысы ардагерлеріне арналған осы аллеяны арнайы бүгін белгілеп отырмыз тазалық акциясын ұйымдастыруға. Себебі биыл кеңес әскерінің ауғаннан шығарылғанына 35 жыл толып отыр. Осы орайда бүгін жастардың барлығын, волонтер жастарды, студент жастарды осында жинап тазалық акциясын ұйымдастырып отырмыз. Сонымен қоса бүгін бізге осы қаламыздағы ауған соғысы ардагерлері де бірге қосылып осы акцияға атсалысып жатыр. Жалпы акция бұл жерде ғана емес, қазір қаламыздағы барлық колледждер және жоғарғы оқу орындары өздерінің аумақтарын тазалап жатыр. Енді қаламызда 8 жоғарғы оқу орны бар, 30-40-қа жуық колледждер бар. Солардың барлығы атсалысып жатыр, студенттер. Аталған акцияға ауған соғысының ардагерлері де қатысып көріп қайтты. Айтуларынша мұндай іс-шараларға жастардың жұмылдырылуы жақсы бастама. Субботник ретінде мынау осы ауған жерінде қаза болған бауырларымыздың, қарулас достарымыздың ескерткішінің басында, соның айналасында жаңағы қазір мынау жинастыру шараларын өткізіп жатыр. Бұл енді жастарға қазіргі айтатынымыз өте маңызды іс-шара. Бұл жастарға қатысып жатқан бір 50 шақты жастар, барлықтарына үлкен рахметімізді айтып отырып, осындай мынау іс-шараның алдындағы мынау жинап атқан, осы жасап атқан іс-шараларына ауған соғыс ардагерлері атынан үлкен рахметімізді айтамыз. Жалпы бұл күні көп қабатты тұрғын үйлердің аулалары, білім ордалары, мәдениет ошақтары мен денсаулық сақтау мекемелерінің маңы және де Абай саябағы ауған соғысы жауынгерлеріне арналған саябақ қоқыстан тазартылды.